Сәлем балақайлар, біз бүгін сиқырлы сөздермен танысамыз. Достарымызбен, үлкендермен сәлемдесу үшін біз сәлем немесе қайырлы күн деген сөздерді қолданамыз. Ұйықтар алдында жақындарымызбен достарымызға қайырлы түн тілейміз. Міне балақайлар, кезек қоштасуға да жетті. Қоштасар алдында сау болыңыз немесе кездескенше деген сөздерді қолданамыз. Ал енді бір нәрсені сұрағанда өтініш сөзін қосамыз. Және де өтінішіміз орындалған соң рахмет деп алғысымызды білдіреміз. Жанымыздағы жақын жандарға мен сені жақсы көремін деп айтамыз. Әсіресе балақайлар, аналарыңызға жиі айтыңыздар. Енді бір жаққа сапарға шығар алдында сәтті сапар немесе жолыңыз болсын деп тілейміз. Ал тамақтанар алдында жанымыздағыларға және өзімізге ас болсын, асыңыз дәмді болсын деген тілектер айтамыз.